Ақ дракоша үлкен және күшті болып өсуге мүлдем ниетті емес сияқты. Оның аяқтары жүгіру үшін тым қысқа болды. Қуыспақ ойынында ол әрқашан кішкентай қанаттары үшін соңғы болып ұшып келетін. Ол тіпті от шығара алмайтын. Міне ең қорқынышты нәрсе осы болды. Көрдіңдер ме, ол тіпті ұшқын да жаға алмайды, деп күлді ағалары. Күн сайын дракоша өзін жалғыз сезіне бастады. Мен жаман айдаһармын, деп жылады кішкентай. Кенеттен ағашқа кішкентай құс қонды. Мен сені от шығаруға үйретемін, деді ол. Бірақ қалай, сен тіпті айдаһар да емессің, деп мырс етті дракоша. Мен айдаһар емеспін, деп келісті кішкентай құс. Бірақ мен сенің досың бола аламын. Қыс түсті. Бүкіл отбасы қатты тоңды.